Бәріңе сәлем оқушылар, бұл видео сабағымызда кинематиканың негізгі ұғымдарымен танысатын боламыз. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Ең алдымен кинематика нені зерттейді? Кинематика механикалық қозғалыстың себебін түсіндірмей, қозғалыстың математикалық сипаттамасын қарастыратын механиканың бөлімі. Яғни, дене не себепті қозғалды, неліктен қозғалып жатыр деген секілді сұрақтарға жауап іздемейміз, жай ғана дене қалай қозғалды. Міне осы сұрақтарға жауап беретін механиканың бөлімі кинематика деп аталады екен. Төмендегі суретке адам қандай жылдамдықпен қозғалып бара жатыр, немесе қандай жол жүрді. Міне осы сұрақтарға кинематика бөлімі жауап береді. Немесе велосипед қандай жылдамдықпен қозғалып бара жатыр, немесе қанша уақытта жетті. Міне осы сұрақтардың барлығы кинематика бөлімінде қарастырылады екен. Кинематиканың негізгі ұғымдарының ең біріншісі механикалық қозғалыс. Дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелермен салыстырғанда бастапқы орнының өзгеруі дейді. Яғни, қандай да бір уақыт ішінде бір денеміз белгілі бір нүктеден басқа бір нүктеге орнын өзгертуі. Міне осы нәрсе механикалық қозғалыс деп аталады екен. Төмендегі суретке назар аударсақ, біздің шарымыз қандай да бір нүктеден басқа бір нүктеге жылжып бара жатыр, оңға қарай. Міне осы нәрсені біз механикалық қозғалыс деп айтады екенбіз. Келесі маңызды ұғым санақ денесі деп аталады. Дененің қозғалысы онымен салыстырылып қарастырылатын дене. Яғни, қандай да бір қозғалысты белгілі бір денемен салыстырып айтамыз. Төмендегі суретке назар аударсақ, тікұшағымыздан бір шар төменге қарай қозғалып бара жатыр. Міне мына бір бөлігін қарастырсақ. Қазір санақ денесі ретінде ұшақтың өзін аламыз. Тікұшағымыздың өзі санақ денесі ретінде саналады. Енді осы тікұшақтан шарымыз төменге қарай құлады. Біздің тікұшағымыз қозғалмайтын дене ретінде алсақ, шардың қозғалысы как будто ровно төменге қарай қозғалған секілді көрінеді. Міне төменге алыстап кетіп бара жатыр. Міне осы жерге келіп құлады. Ал енді санақ денесін өзгертсек, енді мына төмендегі суретке назар аударайық. Бұл жерде санақ денесі жер немесе жердегі бақылаушыны алатын болсақ. Мысалы, мына жерде бір адам тұр. Осы адам тікұшақтан түскен шарды қарап тұр, бақылап тұр. Сонда шардың қозғалысы тіп-тіке түзу төменге емес, ол белгілі бір қисықты сызықты жасап төменге қарай құлап бара жатыр. Міне осы нәрсе санақ денесі деп аталады. Яғни, белгілі бір қозғалысты қарастыру үшін біз қандай да бір санақ денесін таңдауымыз қажет. Мысалы, бірінші процесте тікұшақтың өзін санақ денесі ретінде алдық, немесе тікұшақтың ішінде отырған адам ретінде. Ал ол адам доптың қозғалысын ровно төменге түсті деп көреді. Ал сыртта немесе жерде тұрған бақылаушы ол дененің қисық сызықты қозғалғанын байқайды. Міне осы нәрсе санақ денесі арқылы түсіндіріледі екен. Келесі материялық нүкте. Қозғалыстың қарастырылып отырған жағдайында өлшемдері еленбейтіндей денені айтады дейді. Яғни, қандай да бір қозғалыс кезде сол денеміздің өлшемдерін, яғни ұзындығын, массасын, енін деген сияқты бұл шамаларды елемей кетеміз. Ол денені жай ғана нүкте, точка ретінде аламыз. Осы нәрсені біз материялық нүкте деп айтады екенбіз. Төмендегі анимацияға назар аударсақ, жерді айналып жүрген спутник. Спутник негізінде оның өзінің өлшемдері бар, ұзындығы бар, биіктігі бар, массасы қандай да бір тонна немесе килограмм болуы мүмкін. Бірақ жермен айналуы кезіндегі процесте біз ол спутникті жай ғана нүкте ретінде қарастыра саламыз. Яғни оның өзінің өлшемдері бізге маңызды емес. Немесе тағы да бір мысал келтірейін. Көлік, автокөлік, негізі оның тоже массасы бар, қандай да бір тонна. Немесе оның өзінің ұзындығы, биіктігі, ені барлығы бар. Бірақ ол көлігіміз 100 километр арақашты жүріп өтсін. Сол кезде біздің автокөлікпен жаңа расстояние арасы екеуінің разницасы өте үлкен. Мысалға, көліктің ұзындығы, допустим, 7 метр болсын, ұзын болсын. Бірақ ол мына 100 километрмен немесе 100 мың метрмен салыстырған кезде ол өте төмен, өте аз. Сол себепті біздің автокөлігімізді сол қозғалыс кезінде жай ғана нүкте ретінде қарастыра салады екенбіз. Міне осы ұғым материялық нүкте деп аталады. Келесі ұғым траектория, яғни қозғалыстың траекториясы. Дененің қозғалыс кезінде сызып өтетін ізі дейді. Яғни, дене қандай да бір қозғалыс жасауы мүмкін, сол қозғалыс кезіндегі жай ғана сызған ізін біз траектория деп атайды екенбіз. Төмендегі суретке назар аударайық. Бала допты теуіп жатыр. Бұл добымыз белгілі бір бұрышпен ұшып бара жатыр. Және де ол осындай бір қисық сызықты жасады.
Осы қисық сызығымыз немесе бір ізі не деп айтамын? Жай ғана траектория деп атайды екенбіз. Келесі, осы қозғалысқа қатысты маңызды екі ұғым. Біріншісі жүрілген жол. Жүрілген жол деген нәрсе бәріміз білетіндей сөз, жай ғана жол. Қанша жол жүрді, қанша жол жүріп келді деген секілді. Бірақ оның физикадағы мағынасы траекторияның ұзындығы. Яғни жаңағы добымыз осылай қозғалды, осындай бір траектория жасады. Осы қисық сызықты траекторияның ұзындығын есептесек, ол ұзындық жүрілген жол болып саналады екен. Келесі ұғым орын ауыстыру. Траекторияның бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын кесінді. Бұл жерде маңызды нәрсе бастапқы және соңғы точкасы. Қозғалысты қарастырам тоже. Добымыз бастапқыда мына жерде тұрған еді, сосын мына бір нүктеге келді. Осы нүктеге қарастырып жатырмын. Демек, осы екеуін осылай қосатын болсақ, мына сызығымыз немесе векторымыз орын ауыстыру болып саналады екен. Енді жүрілген жолды біз жай ғана S деген әріппен белгілейміз, және оның өлшем бірлігі метр. S деген жүрілген жолдың үстінде ешқандай таңба жоқ, Демек, бұл шама скаляр шама екендігін білдіреді. Яғни оның тек қана сан мәні ғана бар, яғни бағыты жоқ. Ал енді екінші шама орын ауыстыру. Оның үстінде осындай бір белгі бар екен, мына жерде көрініп тұр тоже. Бұл белгі нені білдіреді? Әрине, оның векторлық шама екендігін білдіреді. Демек, орын ауыстырудың сан мәні де бар, және оның бағыты да бар. Бірақ оның өлшем бірлігі тоже метрмен өлшенеді. Енді осы екі шамаға қатысты сандарға келетін болсақ. Жүрілген жол ешқашан 0 бола алмайды. Мысалға, қозғалыс басталды, тоқтап қалса да, ол қандай да бір метр немесе сантиметр жүріп өтті. Біз оны 0 деп қарастыра алмаймыз. Немесе оны минус таңба ретінде тоже қарастыра алмаймыз. Мысалға, бір дене осынша минус 20 метр жол жүрді, минус 100 километр жол жүрді деп ешкім айтпайды. Тек қана оң таңба ретінде айтады, 100 километр, 200 километр деген секілді. Ал орын ауыстыруға келетін болсақ, орын ауыстыру оң мәнді де, теріс мәнді де қабылдай алады, өйткені ол векторлық шама. Сонда орын ауыстыру 100 километр болуы мүмкін, минус 500 километр болуы мүмкін, кей кезде 0 болуы да мүмкін, қай кезде егер де дене бастапқы орнына қайтадан келсе. Ол кезде бастапқы нүктеде сол нүкте, соңғысы да сол нүкте. Сол кезде орын ауыстырудың мәні 0 болып қалады екен. Демек, орын ауыстыру осындай шамаларды қабылдай алады. Енді осы тақырыпқа байланысты мысалдар шығарып көрейік. Бірінші мысал, футболшыны материалдық нүкте деп санауға болатын жағдай дейді. Үш жағдай берілген. Бірінші жағдай, ол алаңның ортасынан қарсыластарының қақпасына қарай жүгіріп бара жатыр. Біз алаңды сызайық. Мынау бізде центр болсын, мынау бізде екінші ворота болсын. Енді біздің футболистіміз мына центрінде тұрған. Осы ортасынан қарай қарсыластардың қақпасына қарай жүгірген, яғни оңға қарай жүгірген болсын, осылай кетіп бара жатыр. Енді біздің алаңымыз, футбольный полямыз үлкен, негізінен. Ал адам өлшемі қанша болуы мүмкін? 1,8 мақұл 2 метр болса, биіктігі. Демек, 2 метр ұзындықпен футбольный поляны салыстыратын болсақ, екеуінің разницасы өте үлкен, Футбольный полямыз өте үлкен, ал біздің қарастырып отқан денеміз кішкентай болып саналады. Демек, біздің футболшымыз дәл осы қозғалыс кезінде жай ғана нүкте ретінде қарастырсақ болады, яғни оның өлшемдерін елемесек болады екен. Демек, бірінші нұсқа дұрыс болып саналады. Екінші, ол төрешімен таласуда. Жаңағы футболшымыз төрешімен таласып жатыр. Төреші ол адам, судья. Адамның судья тоже футболшымен екеуінің бойлары, өлшемдері бір-біріне шамалас. Демек, ол кезде біз футболшыны нүкте ретінде қарастыра алмайды екенбіз. То есть біз оның өлшемдерін ескереміз. Демек, бұл жауап саналмайды. Үшінші, дәрігер оған көмек көрсетуде. Дәрігер тоже адам, оның да өлшемдері футболшымен, жаңағы төрешімен де бәрімен шамалас келеді. Демек, бұл жағдай кезінде де біз футболшыны нүкте ретінде санай алмайды екенбіз. Демек, дұрыс жауабы тек қана бірінші нұсқа екен. Келесі екінші мысал. Тікұшақ горизонталь ұшу барысында оңтүстікке 12 км, содан соң шығысқа тағы 16 км ұшты. Тікұшақтың жолы мен орын ауыстыруын анықтау қажет екен. Ең алдымен бұндай есептер кезінде суретін сызған жақсырақ. Сол кезде біз бәрін қарап ескеретін боламыз. Ең алдымен оңтүстікке 12 км, яғни астыға қарай 12 км жүрген екен, Сосын шығысқа 16 км ұшты, яғни оңға қарай 16 км ұшқан. Бірінші сұрақ, жүрілген жолы. Жүрілген жол деген жаңа ғана айттық, ол траекторияның ұзындығы. Ал траектория қалай? Ол мына сызық және осы сызық. Демек, екеуін қосатын болсам, ол жүрілген жолға тең болады екен. Демек, S тең болады 12 қосылған 16 болады 28 км. Болды, біріншісін тауып алдық. Енді екінші нәрсе ол орын ауыстыру. Яғни векторлық шамасын сызып қойын, Орын ауыстыру дегеніміз,
қозғалыстың бастапқы нүктесі мен соңғы нүктесін қосатын кесінді деп айттық. Демек, бастапқы нүкте мынау және соңғы нүкте мынау. Былай айтқанда А нүктесі және Б нүктесі. Осы екеуін қосатын болсам, әрине тік бұрышты үшбұрыш пайда болды, Енді бұл векторымыз, мына бір бөлігіміз әрине тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы болып саналады. Ал гипотенузасын табу үшін мен жай ғана Пифагор теоремасын қолданады екенмін. Пифагор теоремасында екі катеттің квадраттарын қосып түбірге алады екенбіз. Демек 12-нің квадраты қосылған 16-ның квадраты. Сонда 144 қосылған 256, екеуін қосатын болсақ, әрине 400 шығады, ал 400-ден 20 километр шығады екен. Демек, жүрілген жолы 28, ал орын ауыстыруы 20 екен. Жауабы бізде В нұсқасында тұр. Үшінші есеп. Материалдық нүкте радиусы 2 метр шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалғанда айналымның 4/1 бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруын тап дейді. Шеңберді сызайық. Мынау бізде шеңберіміз болсын. Шеңбер жалпы толықтай ол 360 градус, Енді соның 4/1 бөлігі 360-тың 4/1 әрине 90 градус болады. Демек, денеміз мысалы мына нүктеден басталатын болса, қозғалысы, ол осылай келіп мына бір жерден бітеді. Б нүктесіне бітеді. Неге? Себебі мен былай бөлікке бөліп алдым. Яғни бұл 4/1 немесе 90 градус екеуінің арасы. Мына жер центрі болсын. Енді қозғалыс дәл осылай екен. Бірінші сұрақ жүретін жолын анықтау қажет. Ал бұның траекториясы қай жер? Ол әрине мына бір бөлік. Бірақ бұл сызығымыз түзу сызық емес, жай ғана былай өлшей салатын түзу сызық емес. Бұл қисық сызық болғандықтан, енді мен жүретін жолын қалай анықтаймын? Осыны ойланамыз. Жүретін жолын шеңбер бойымен қозғалыс кезде қалай анықтайды? Жай ғана шеңбердің ұзындығын формуласын қолдану арқылы анықтаймыз. Шеңбердің ұзындығын формуласы С немесе L деп жазамыз, 2πr. Тура осы формуланы қолдану арқылы жүрілген жолды анықтауға болады екен. 2πr деп отырғанымыз шеңбердің толық ұзындығы, яғни полностью бір айналып өткен кездегі жүрген жолды анықтау үшін. Бірақ бұл денеміз полный айналған жоқ, ол 4/1 бөлігін ғана жүрді. Демек, мына 2πr-дің 4/1 бөлігін аламын. Демек, 2πr көбейтілген 4/1 деп жаздым. 4 пен 2 қысқарды, астында 2 қалды. Демек, πr бөлінген 2 деген теңдеу шықты. Болды, сандарын қоя салам. Пи көбейтілген радиусымыз 2 метр екен, астында 2. Қысқарып кетті, сонда пидің өзі қалды. Демек, пи метр деп айтсақ та болады екен. Бұл бізде жүрген жолы болды. Енді орын ауыстыруын қалай анықтаймын? Орын ауыстыруы бастапқы нүкте мен соңғы нүктені қосатын кесінді деп айттық. Демек, бұлда бір тік бұрышты үшбұрыш пайда болды. Енді бұның тоже гипотенузасын табу үшін жай ғана Пифагор теоремасын қолданады екенмін. Сонда түбір астына аламын. 2, мына бөлігі 2 метр радиусы. Және мына катет тоже 2 метр, өйткені шеңбердің барлық радиустары бірдей болады. Сонда 2-нің квадраты қосылған 2-нің квадраты. Сонда 4-ті 4-ке қосатын болсақ, әрине 8 шығады, ал 8-ден 2 түбір асты 2 деп айтсақ та болады екен. Бұл жауап бізде А нұсқасында тұр. Келесі 4-ші мысал. Футболшы футбол алаңында солтүстікке қарай 40 метр, шығысқа қарай 10 метр, оңтүстікке қарай 10 метр, соңында батысқа қарай 30 метр жүгірді. Толық орын ауыстыру модулін анықтаңдар дейді. Жақсы, тоже суретін сызып бастаймыз, Бірінші солтүстікке қарай 40 метр дейді. Яғни жоғары қарай 40 метр жүрген екен, міне. Сосын шығысқа қарай 10 метр, яғни оңға қарай, 10 метр жүрген. Оңтүстікке қарай 10 метр, яғни астыға қарай 10 метр. Соңында батысқа қарай 30 метр, яғни примерно мынандай болсын, Сондай бір бөлік жүріп өткен. Бұл 30 метр болсын. Енді бізге сұрақ орын ауыстыру модулі, яғни қозғалыстың бастапқы нүктесі мен соңғы нүктесін қосып жіберем, Бастапқы нүктесі мына жерде еді, А нүктесі болсын. Соңғы нүктесі мына бөлік, мына бір нүкте. Осы екеуін қосатын болсам, тағы да бізде тік бұрышты үшбұрыш пайда болды, Бұны табу үшін жай ғана Пифагор теоремасын қолданам, Осы бір ұзындықты. Енді мен бұл тік бұрышты үшбұрышты мына жаққа қайтадан сызып алайын, өзімізге ыңғайлы болу үшін, Мына бөлігі қанша? Осы жері сұрақ. Бізде белгілі, жоғары қарай 40, оңға қарай 10, астыға 10 және солға қарай 30 метр. Енді мен мына бір бөлікті анықтайын. Бұл бөлікті анықтау үшін маған общий ұзындықтан мына ұзындықты алып тастау керек, Өйткені полный ұзындығымыз бізде 30 болды, мына бөлігі 10 болды, демек қалған астатық ол әрине 20 болады. Демек мына катеті 20 екен. Енді мына бөлігін анықтаймын. Ол бөлік тоже мына сызбаға қарап анықтаймыз. Общий ұзындығы жоғары қарай 40 метр еді.
мына бөлік 10 метр, астыға қарай 10 метр болса, демек мына қабырға тоже 10 метр деген сөз. Өйткені бұл как квадрат секілді, иә, барлық қабырғасы бірдей. Демек 10 метр жоғары жағы болса, төменгі жағы әрине 40-тан азайтамын 10-ды. Демек болады 30 метр екен. Болды. Екі қабырғасында тауып алдық тікбұрыш үшбұрыштың. Енді мен жай ғана мына x-ті анықтай саламын. Ол үшін Пифагор теоремасын қайтадан қолданамыз. 20-ның квадраты қосылған 30-тың квадраты 400 қосылған 900, иә. Сонда бұл жерден 1300 болады. Ал 1300 дегеніміз 100 көбейтілген 13 деп алсақ болады, иә. Өйткені 100-ден түбірін шығаруға болады. Ал 100-ден түбір асты әрине 10 болады. Сонда 10 түбір асты 13 метр деп ықшамдап жазсақ та болады екен. Жауабы бізде А нұсқасында тұр. Осымен сабағымыз аяқталды, түсінікті деген үміттемін. Келесі сабақта кездескенше жақсы сау болыңдар.